Илле телеканалында хабарлар, студиядан Масаблакимова. Ассаляму алейкум. Таврида трассасындаки бір қысманын лейхасыны талил етмек ве доғыртма хавалесіні Қырым елбашчысы Сергей Аксенов сеслендірілді буақта о Джумхури Назирле шырасының топлашуы девамында хабер етті. Хатырлатамыз, кеченлері көчлі яғмур яғаны себебінден еді құйы районында трассасының бір дамартасына су басты. Қырымның февкуляде вазиетлер Назирлігіні берген малюматына көре, чүрі баш көйінде су дамбадан ташып ақты. Қышта айны шу районында елна қар обалары тосқан еді. О вақыт әрекет тек бір суткадан соң açılды. Бу ишнен оғрашхан, бұны япып олған адамларға сақ олыңыз демек керекміз. Бу керчектен де Аллахтан берілген қабилетлер. Олар сабыр етелер ве иштимаи дестекте мұқтач адамларнен çalışып олалар. Июнның 8 күні Русияда иштимаи хадимлер күні қайт етілі, бұна қарашлы ерк язны Зенат байрамының Қырым елбашчысы хайырлады. Өз мұражатына Сергей Аксенов хатырлатты ки пандемия вақытында бұл саада çalışқан хадимлерінің іші арты. Мутихасыслар ярдымға мұқтач olған адамларға ярдым еттілер. Кечкен сенияның нәтижелері бойынша оларға федераль бюджеттен қошма пара айырылды. Бұл умумен 163 миллион рублені тешкел етті. Біздің президентіміз федераль топлашуға мұражат нұтқында Русия халқының артырмалары бұл ең yüksek milli вазифе деп адлады. İçtimai саада çalışқан хадимлер milli лидер тарафындан қойылған мақсатларға ве вазифелерге ерішмеге ярдым етелер. Өзіңізні аямай çalışқаныңыз үшін сақ олыңыз. Сізге сағлық ве муафақиетлер тілейім. Башлаған ишлеріңіз оңындан келсін. Бұл мұйым саада çalışқанларға Қырымда да үрмет көстерділер, әлі Зенат ақында мұхберлеріміз тариф етмеге азырлар. İçtimai saada Татьяна Кибалканың тәжірибесі 20 yıldan ziyade. O bu Зенатны аңлы шекілде сечті. Ось емек yolını Nefakatçılar fondында башлаған еді. Бүгін Ахмеджет шерінің әслі башлы адамларына ве сақатларына İçtimai хызмет көстеру мерkezінің мудирі. Егер біз evde çalışқан иштимаи хадим ақында айтсақ, бұл ярдымжы яшы яда хасталығы себебінден өз квартираларында қапалы қалған эпсі адамларға қол тұтқан кіші. Бұл өзлеріне қызмет көстеріп оламаған, evden чықып ашайт мақсылатыны сатын алып оламағанларға, яни белі бір ярдымжыдыр. Боле бір рухиятчы, о рухи жеттен ярдым ете, яда бір субет кечіре біле. Татьяна Кибалка үшін ярдымда мұқтач олған адамларының yüzлерінде тәбесімлеріні көрмек бұйық бақтыр. Файда кетірмеге кереклі олмаға істейім, чүнки чоқ эслі башлы ватандашларымыз бар. Олар яшайыш алларына көре яңыз қалалар. Мұстақыл шекілде юрып олмаған адамларға хадимлер өзлері келелер. Дегер ватандашларымыз үшін мақсус мерkezлер бар. Бұл ерде олар кереклі ярдымны ала білелер. Зенат байрамы бұл саада çalışқан хадимлерінің музыкаль театр бинасында бірлештірді. Бұл ерде оларға әйі тілеклер ве алғышлар яңғырады. Адамларны қувандырмақ үшін әйілік яп деген мана ташыған ернің сатыры бұл саада çalışқанларының шары олды. Бұл ең стабиль саалардан бірідір. Мен қайдетмеге істейім ки, бізде кадрлар бірі-бірі артындан деңішмесі жоқ демек мүмкін. Сық алда адамлар бізден нефақаға чықалар. İçtimai хадимлерінің чоқысында емек китабында бір язы ола. Хайрылавлардан ғайры ең яқшы хадимлеріні фахри ярлықлар ве мүкефатларнен тағдырледілер. Оларның мұйым ұшыны тек сөзлернен дегілді үшнен қайт еттілер. Нужно сказать спасибо тем людям, которые... Бу ишнен оғрашхан, бұны япып олған адамларға сақ олыңыз демек керекміз. Бу керчектен де Аллахтан берілген қабилетлер. Олар сабыр етелер ве иштимаи дестекте мұқтач адамларнен çalışып олалар. Туғанларнен телефон вастасы иле бағланмақ, мақсулатлар кетірмек, сөзлернен яда әрекетлернен ярдым көстермек. Бу иш кемерде көзге көрінмей, ама пек аледженап. İçtimai сананың 8 бинге яқын хадимы күн Жұмхуретімізді қырымлыларға файда кетірмеге тырышалар. Гүзел Мамбетова, Дауд Чехалов, Арсен Фукала ве Максим Голубев. Миллет үшін. Бұтын Русия сияси фирқаға айт Қырым региональ бөлікінің 11-ші конференциясы Ахмеджетте кечірілді. Iştirakçılar Devlet Думаға намзелер üçün evvelden Reyberevның нәтижелеріне чыққардылар ве Әкимет фирқасының 20-ші сайлавдан evvel
Құрылтайының делегатларының сечтілер бұл тедбір июнның 19 күні Москвада олып кечежек. Султания Ситакова мезоны девам етті. Күн мевзусында екі суаль. Біріншісі Эвелден Рей беруінің нәтижелері аққында. Праймерис yüksek seviyede keçті. Намзетлер сечілді. Қырым сәкенлері граждан фааликлеріні көстеріп сайлавда емкелеп, емде электрон форматта іштирак еттілер. Электрон Рей беруде сайлав жериянындаки рақамилештірівінің инкешафы сайлавчымыз үшін онайтлы шарайит яратмаға ярдым етер. Илерде иштек артачак. Біз келечегімізні бойле көреміз. Умумен Эвелден Рей беруде Cumhuriyetinin 300 bin sakini iştirak etti. Neticede Hakimiyet Firkasının Kırım komandası tızıldı. Cedvelde tecrübeli namzetler ve siyasi yolunu yakında başlanganlar. Это ответственность перед более чем 70. Бу 70 bin adamdan ziyade kişiler için mesuliyetliktir. Olar manga öz reyllerini berdiler. Endi bu işançqa layık olmak gerek, onu aklamak. Evvelden rey beruvge hazırlık çerçevesinde görüşüvler geçirildi ve men özüm yaş olganım için maksadlı auditoriya bu yaşlar oldu. Да bir muhim sual firqanın 20. kurultayına delegatlar saylanıvıdır. O Moskva şehrinde iyunun 19 günü geçecek iştirakçilerinin esas vazifesi saylav kampanyanı ve namzetlerinin cedvelini tasdiklamaktır. Saylavdan evvel yaxşı ve fayda ketirecek programmalarını tizmek. Birinci növbette kommunikatsiyalarını ve saylavcılarının yaxşı sistem subetini şekillendirmek. Bu emde saylavdan evvelki strategiya için kun mevzusunun suallerinden biridir. Moskva şehrinde 20. kurultayında Kırım'ını 6 delegat takdim edecek. Bizim büyük tecrübemiz var ve tek saylavlarda neticeler aluvda değil de emde saylavcılarla sistem işte. Bizde saylavcılar ögünde semerili esabat beruv sistemimiz var. Bundan da gayrı realistik vadeler bergen programmalar kabul etiluvinde tecrübemiz var. Эвелден Рей беруде özlerini көстерген ve galipler cedveline kirmegen iştirakçilerge ogdaki saylavlarda Hakimiyet Firkasını takdim etmek fırsatı verilecek. Султания Ситакаева, Эрвин Эмиралиев, Millet için. Kırım'da tebi infrastruktura mukemeleşuvi devam ete. Karasubazar rayonunda çok beklenilgen Cumhuri emiyet taşıgan psixonevrologiya internatı açıldı. Obyekt endi şimdi böyle kıbı müesseslerge nevbetini eksiltle bile. Umumen Kırım'da ictimai yardımını 800'ge yakın adam elde etti. Karasubazar internatının açılığını ictimai xadimler gününe bağışladılar. Karasubazar rayonun psixonevrologiya internatı tap yoldan көзге çarpa, o temelden kurulgan. İçeride ise high-tech üslubine rast keluf duygusu tek arta. Odalar oteldeki nömerlerini аңдыра. 4 yumşak yatak, büyük kurba dolabı, ayak yol ve vanna hane. Bir vakıtta mında 250 hasta tedaviline bile. Olar için yaratılgan şarayitlerini lüks seviyesine ait demek mümkün. Eğlenmek için kitapkhane bar, santiraj, beden terbiyesi, hatta gimnastika ile uğraşmak mümkün. İnklusif normalar da riayet etilgen. Özlerini bakıp olmagan hastalar için palatalar bar. Arabachık kresloda alıp geleler. Zemanevi koterci yardımının kursu üstüne oturtalar ve böyle etip yuvundıralar. Tibi donatıluvda tesüratlandıra sizin o günüzde sportif trenajör ve tibi aletinin akıkı simbiozu. Programma her bir hastaga ayrı rejim tüze. Adalelerini işletken zaman adam joygan hareket ve içtimai funksiyalarını idman ete. Her şey gülünce şekilinde keçi. Kırımda böyle aparatlar tek iki dane. Onlardan biri arbiyelerde. İkincisi sizin o günüzde. Böyle aparatını Rusya'da olimpik oyuncularına hazırlamak için kullanırlar. Umumen Kırım'da böyle internatlarının sayısı 9 dane. İleride diğer regionlarda da böyle müesseseler kurmak niyeti var. Kapılar çağına etken episi Kırım hastaları için açık. Onlar için sade tedaviler değildi. Yaşayışka alışmak mühimdir. Kurs bitken son iş tapmak da mümkün. Kimeride hatta müessese içinde. Eğer bizim müessesemizde kelişikli iş olsa, onu mında kullanacağız. Eğer olmasa, başka iş kıdıracağız. Kuruculuk 2017 sene başlandı. 2 yıldan son Leyhaga Gostro Ekspertiza İdaresi değişmeler kırsetti. Neticede umumi maliyevi kolemge Cumhuri büdjetin da 66 milyon ruble koşuldu. Bu ağır vazife oldu. Kırımda ilk sefer biz böyle Leyha kurduk. Allah'a şükür her şeyini yapıp olduk.
эпосы рұқсетлер алынды, системалар тапшырылды. Кереклі әршей Русия Федерациясының yüksek талапларына уйғындыр. Кадр имканлары жеттен әрші яқшы муэссеседе yüksek seviyeli мутихассислар çalışа. Энді тек хай-тек объектіні модереженен, яны бірінші хасталарнен толдырмақ қалды. Олар мында энді июннен сонында келі башлажақлар. Гузель Мамбетова, Тарас Брезицкий, Рамазан Аливапов, Миллет Ичун, Қарасув Базар районы. Жанкой районында бала бақчаларға невбет фал шекілді экселе, енді ноябрь айында жадыра көйінде мектеп чағына етмеген бала муэссесесі ойс қапуларыны ачажақ. Оның фияты 200 миллион рублені тешкел еті бірінші қатаманаман екінленді құрыжылық мейданындан Лилия Ислямованың левқасы. Sıcak taban keniş oyun odaları sanitar hanelerve aşayt bloku. Jankoy rayonun Jadra köyünde 150 kinci için çok beklenilgen bala bahçesi endi bu sene açılacak. Kasabada yekene olgan 60 yerlik bala muessesesi Baby Boom degen adisiyani baş etip olamay. Nevbetni beklegen qorantalarının sayısı 2 kerege artqaç. Пек тарашлық еді, әлбет, айланмаға ер yok еді. Ama үміт етеміз ки 150 ерлік яны бала бақчасыны құрарлар. Біз бұны беклейміз. Яқында оғлымнен құрыжылық янындан кечкенде, о, мен анда істейім, оны не вақыт құрып бітірежеклері деп сұрады. İşçiler котельяны монтаж etip bitirdiler. Yangın yomkostlер ve temizlev inşaatlar yerleştirildi. Bu yerde 40'tan ziyade kurucu çalışa. Максус техника olmasa da elbet bir şey yapılmaz. Көтережі кран ve ekskavator çalışa. Şimdi birinci kattaki divarlarını sılavga hazırlaylar. İçki elektrik ve havalanı fağlarının yerleştirilüvi 90%'ga kadar hazır. İkinci kat ise yarı-yarıga kuruldu. Mayıs'ın 24'ünde monolit katını yerleştirdik. Şimdi biz kalıplarını demontaj ettik. Cuma günü ise kurucular dış divarlarını kalap başladılar. Allah'a şükür bir yolak yapıldı. Şimdilik ise ana babalar öz balalarını tek üylегеже kaldıralar. Yani bala bahçesi kurulup bitken son, yani iş yerleri de peyda olur. Aslında bizde hatta 10-20 iş yeri olsa bile bu köyümüzün inkişafına büyük adımdır. Men belesem bala akımı artar çünkü her bir köyde yanı bala bahçesi yok. Bala bahçesinin kurulumuna federal maksadlı programa boyunca 200 milyon rubleden ziyade para ayrıldı. İşlerini geçken sene avgust ayında başladılar. Kurucularga da 5 ay vakit kaldı. Ana babalar ümit eteler ki, көзде onların kenceleri yanı bala bahçesine katnap başlarlar. Лилия Ислямова, Аким Бекиров, Миллет Ичун, Жанкой районы. Гагарин Аратлық бақчасында язлы қар yollar ve çiçekler klumbalarında kalın kat selbi pufo yata kezintilerini sevgenler için bu yazlık fotosesiya geçirmek imkanıdır ama da allergikler var. Olar böyle vakit evde oturmağa borcular selbi pufnun yağması da nasıl akıbetler yartıkan hakkında bizim levhamızda seyretiniz. Пайтақ соқақларында бен-бейаз пуф обалары. Бір тарафтан бұл романтика ве дүлберлік, дегер тарафтан сағлық меселесідір. Әлбет, менің фікірімже, мұнда бұл қадар пуф олғаны пек яқшы дегілдір. Чүнки менің өйкен баламның аллергия хасталығы бар. Ве әлбет, мен онен мұнда яқын біле келмем. Бұның ақыбетлері насыл олачағы аңлайшлы. Ахмеджетте селби тереклері пек чоқ, олар магистраль yollar бойы сачылған. Пуф тек қадыр тереклерден түшек. Көз яшлар, көзлер сызарғаны, көз içinde санки хум данелері олғаны, бұрын қапалғаны, ақсырув ве қашынув. Бұ деверде кезінтелерден сон бойлы ақыбетлерге оғрамақ мүмкін. Мен мисал оларақ бұнен чекішмейм, ама дегерлерге де бұл келіше демек мүмкін дегіл. Бұны бір кімсе бақса яқшы олыр еді. Бұны жиыштырмақ, сунен сылатмақ мүмкін олса керек. Силбі дегер тереклерге бақанда әке кереге зейде оксиген айыра. Бұ тоз ве зарар кетіре білген газларны ютқан терек. Шерге пек келішкен өсімлік кібі көріне, ама оның пуфу аллергияның себеплері ола біле. Ama bu puf özü degildi, onun içinde toplanğan otlarının çiçek tozu allergetiklerinin sağlığına menfi tesir etdi.
Учхан пуф себебінден чоқ ұсақ межитлелер хастаханеге мұражат етмеге мечбур олалар. Бірінші кере бұл хасталыққа оғырағанлар пек аз. Эсасен, бұл енді чоқтан аллергиядан азап чеккенлердір. Статистика бойынша, бұл ал епсі аллергия хасталықларының земені кыбы ер ала. Бұл иалінің биңіне 3-4 адамдыр. Шерде селбі пуфу чоқ олғаны, чоқ ұсы адамларына әретте қалдырды. Бойлай десе пейда олывдың себеплері чоқ ола біле. Бұңа диққат етіңіз. Қырымның дағлық ерлерінде ерде осымліклер пек чоқ. Бар пек чоққа сұрды. Вебірден сыжақ келді, дымлық. Әлбетте, осымліклер осе, япрақ ве чечеклер көрініп башлай. Аллергия хасталығындан ғайры да бір бұйық түліке бар. Мисал оларақ Ахмеджетінің Гагарина паркында кеченлері бөлі әдесе юз берді. Мына бөлі қарна салаларға кетіре біле. Кешкен оғланчықлар пуфны яқмаға қарар алдылар. Енді біз бұттун паркнен топланып пуфны сөндіреміз. Апрелінің 30-дан Февқоледе вазиетлер назерлігі Қырымда янғынға қаршы низам керсетті. Селбі пуфу еле енгіл әлевлене ве янғын себебі ола біле обырден янамасы мүмкін. Бейіз бұлут қырмызы әлевленмесін деп мутехасыслар бөле пуфны жимаға қавсыз месафеге алып кетмеге ве сывармаға тепсеге етелер. Эвелден білсен инсан хорчалына білер. София Шукурова, Акиме Сидаметова, Максим Голубев, Миллет үшін. Шымдaki даққаға бұл қаберлерінің епсі де келешек енімізні қачырманыз.